Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін оңай әрі тез, нәп-нәзік болып шығатын дамский пальчики тортын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа 250 грамм суды өлшеп құйып аламыз. Осы суға 100 грамм 72% сары майды саламыз. Қасықтың ұшымен тұз салып, баяу отқа қоямыз. Осылай ери бастады. Осылай жиі араластыра отырып, қайнағаннан кейін үстінен алдын ала ұн електен өткізілген 150 грамм ұнды қосамыз. Осылай тез-тез араластырамыз. Ұнның түйіршіктері болмауы керек, сондықтан бұл жерде жылдамдық өте маңызды. Ылғалдың барлығы шығып, осылай бір тұтас болғанша араластырамыз. Қамырымыз осындай болып шығуы қажет, біркелкі және осылай бір жерге жиналып тұруы қажет. Қамыр тез суы үшін басқа ыдысқа ауыстырып аламын. Қамырымыз жылы болуы керек, себебі жұмыртқаларымызды қосқанда пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қолмен ұстап көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте қамырдың үстінен 5 жұмыртқаны кезекпен кезе қоса отырып қамырымызды илейміз. Жұмыртқаны қосқан кезде қамырымыз бастапқы кезде қатпарланады, одан кейін біркелкі болады. Осындай кезекпен барлық 5 жұмыртқаны қосып шығамыз. Төрт жұмыртқаны қосқаннан кейін қамырыңыз қою болса ғана 5-ші жұмыртқаны қосыңыз. Себебі сұйық болып кетсе шықпай қалуы мүмкін, сондықтан мұқият болыңыздар. Мен 5-ші жұмыртқаны қосамын, себебі менің қамырым қою. Қамырымыз осындай созылмалы болып шығуы керек. Алдын ала пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Кондитерлік мешогымызды дайындап, қамырдың теңдей жарты бөлігін саламыз. Мен осындай насаткамен жұмыс жасайтын боламын. Егер ондай насаткаңыз болмаса, қасықтың көмегімен істесеңіздер болады. Қалған қамырдың бетін кеуіп қалмас үшін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Келесі кезекте противеннің үстінен пергамент қағазын төсейміз. Менде тефлоновый коврик. Осылайша қамырымызды саусақтың ұзындығындай сығып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 30-35 минут көлемінде пісіремін. Пісіп жатқан уақытта пештің бетін ашуға болмайды, себебі қамырымыз отырып қалады. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан уақытына мұқият болыңыздар.
Калган камырды кондитерлик мешокко салып дайындап коямын. Кремин дайындайбыз. Ол үчүн 20% каймакка 300 грамм кант унтагын косуп, венчикпен аралаштырабыз. Осылай кызарып, томпуйуп писип чыгады. Калган камырды дәл осылай писирип чыгабыз. Торттун арасына осындай кулпунайдын пюресин салатын боламын. Bunday пюрени кез келген кондитерлик дүкөнүнөн сатып ала аласыздар. Мен тортты осындай 26 диаметрлик формада жыйнайтын боламын. Бикеш саусактарын кремге чаңышкы жана касыктын көмөгү осылай малып, тортумузду жыйнаймын. Кулпунайдын пюресин осылай торттун арасына жагып чыгамын. Калганын кремге малып, тортумузду жыйнайбыз. Торттун бетин пищевой пленкамен жауып, 1 сагатка тоңазткычка тоңазытабыз. Водяной баняга 30 грамм шоколадыбызды эритип алып, тортумузду безендиребиз. Тортумуз дайын. 4-5 сагатка тоңазткычка коюп, конактарыңызга сунсаңыздар болот. Видеонун соңуна дейин карагандарыңызга рахмет. Менин каналыма тиркелип, лайк басып, комментарий жазыңыздар.